Хабарымызды жағымды жаңалықтармен жалғастырамыз. Қайырымдылық қайырлы іс. Мақтарал ауданы Достық ауылдық округіне қарасты Бескетік ауылының тұрғыны қайырымдылық қоры көмегімен баспаналы болды. Толығырақ тілші материалында. Мақтарал ауданында Мейірім бағы қайырымдылық қоры 2021 жылдың қаңтар айынан бастап заңды түрде жұмыс жасап келеді. Және де осы уақытқа дейін аудандағы көмекке мұқтаж 3 отбасыға баспана алып берген. Қор жетекшілерінің сөзінше қаржы жинауда республика аумағындағы қайырымды жандар да атсалысуда. Мейірім бағы қайырымдылық қорының жұмыс жасап жатқанына осымен екінші ай толды. Аллаға шүкір, екі айдың ішінде біз 4 мұқтаж отбасыларға үймен көмектестік. Алдағы уақыттарда бар халқымызды шақырамын осындай ізгі іске, иншалла. Бұл Мейірім қайырымдылық қорына бүткіл Қазақстаннан атсалысып отыр. Үлкен ағаларымыз өздері хабарласып, бізде не қажет деп бұндар кісілерде өте көп қазір. Сіздерден де осындай телевизордан пайдаланып, сіздерден де үлкен қолдау күтемін біздің Мейірім бағына. 1,5 айдың ішінде осындай үйді бітіріп бердік. Үйге керек жарақтың бәрін алып қойып қойдық. 12-де 13 салынған үй жалпы. Бірақ біз 13-те 14,5 үйдің 3 комнатасын бітіріп бердік. Қалған 3 комнатасını керекті жарақты заттардың бәрін, құрылыс материалдарды алып кеп тастадық. Алдағы уақытта бұйырса өзіміз салып аламыз деп жатыр қалғанын. Қайырымдылық қоры көмегімен баспаналы болған Мұнатовтар отбасы 2012 жылдан бері ауылды жердегі 2 бөлмелі аядай пәтерді жалдап келген. Отағасы болса кішігірім жеріне егін егумен айналысқан. 7 баланың анасы Шолпан Мұнатованың айтуынша, отбасыға қосымша табыс көзі кірмейді екен. Сол себепті осы уақытқа дейін баспана салуға жер болғанымен, оны тұрғызуға қаражат болмаған көрінеді. Осы қайырымдылық қоры үйге келіп, өзімізді көріп, осы ауылда бір әпше бар, сол кісіге рахмет, себепші болған. Осы бізді айтып, үйге кеп көріп, осы кісілер бастап, жағдайымыз жасап, продуктымыз әкеп, рахмет. Жұбайымыз сол ауылда кішігірім, пойламыз бар, соны істетеді. Алғысым шексіз. Осы барлығыңызға рахмет. Рахмет, басқа ешнәрсе айта алмаймын, қобалжып тұрмын енді. Іс-шара соңында Мейірім бағы қайырымдылық қорының басшыларына Мақтарал аудандық әкімшілігі тарапынан алғыс хат табыс етілді. Гүлмира Қошаева, Рысбек Асанұлы, ақпарат Мақтарал ауданынан.